Ассалаумағалейкум арна көрермендері, армысыздар. Бұл шығарылымда тағы бір қызықты ақпаратты дайындап отырмыз. Ендеше біздің каналымызға жазылып қасында тұрған қоңыраушаны басып кетіңіз. Қаңбақ шешен Алшынбай және Құнанбай. Бірде Құнанбай өзінің құдасы Алшынбайды ертіп, Семейдің көшесінде әңгімелесіп келе жатады. Алдарынан өңірге аты шыққан шешен Қаңбақ деген ақсақал кездесе кетеді. Өзінің тілі удай, әзілге келгенде бетіне жан қаратпайтын адам болса керек. Өзі кедей, маңдайына жалғыз аттан басқа ештеме бітпеген. Сол тілінің түрпісінен қашып, бай шонжарлар кездесе қалған жерде Қаңбақ демей, қабекелеп, қалбалақтап тұрады екен деседі. Қаңбақтың Құнанбай мен Алшынбайдан жасы үлкендеу болса керек, екеуі қабаттаса сәлем беріпті. Шығасыға иесі басшы дегендей, Алшынбай тыныш тұрмай Қаңбаққа соқтыға сөйлеген екен. Қабеке, жол болсын. Қоянды базарына кетті деп естіп едім. Біреу малын сатқан шығар. Сен неңді саттың? 5 тал сақалың бар еді, көрінбейді ғой өзі. Қарағым Алшынбай, 5 тал сақалда тұрған не бар дейсің? Базарға бөзі бары бөзін сатты, сөзі бары сөзін сатты, түгі жоқ көзін сатты. Кейбір өзіңдей мырзалар құмар ойнап, сенің ана таз басыңдай тақырланып үйге қайтты. Ой, тіліңе шоқ түссін. Мәу 10 сом, мына сөзіңді жан адам естімесін. Естімейді айналайын деп, Қаңбақ 10 сомды қалтасына зыттырыпты. Осы тағы бір жерде ши шығарып жүрер ме екен деп, іші қылп ете түскен Құнанбай да қарап тұрмай 25 сомдық ақшасын қалтасынан суырып алып, Қаңбақтың қолына ұстата беріпті. Айналайын Құнанбай, көзіңнің соқырлығы болмаса, жігітім ақсың ғой деп, Қаңбақ ақшаны қойын қалтасына сүңгітіп жіберген екен.